Ассалаумағалейкум. Атан деген қорым. Құрылыстың қасында, Жарсуатқа қарай шыққанда 2 километр жердің шамасында. Не үшін атан деген білмеймін. Кезінде осындай ескі жерлерді зерттеуші ғалымдар атан деп атап кеткен. Бұлар қателеспесем есендер болу керек. Беріштің есен руы. Алдың жағында бір құлыптас Беріш руы Есен тайфасы Женет аймағының Досман сияқты. Дүрісман ба, сондай дүрісман, сәл қателесу мүмкін. Амалдығылы опат болды 52 жасында 1881. Бұл да Беріш Есен тайфасы. Есімін кішкене түсіңкіремей отыр, мүмкін Әли сияқты. Жоқ, Әли емес, кісі немесе кіші ме аты. Әлімбай сияқты. Әлімбай ма? Баласы деген сондай сөздерді көріп отқан жоқпын. Кісі Әлімбай 61 сияқты. 61 жасында 1882. Сәл қателесу мүмкін. Беріш руы Есен тайфасы Женет бөлімінің Қашқын Жоламанұлы дейді. Опат болды 43 жасында 1880 жылда. Бұл да Есен. Жерде халал деген сөз көріп тұрған сияқты. Асықпай отырып қарамаса, әйел адам болу керек. Қатарласып қойыпты. Әйелмен күйеуі болу мүмкін. Қараймыз ка. Үстінде діни термин болу керек. Аллах Әли ла ямут әбді. Беріш руы Есен тайфасы Женет аймағы Сати Жалбай немесе Шалабайда болу мүмкін. Шалбай деп жазған екен. Ұлы опат 55 жасында 1870 жылда қалып қойды. Баласы Айып сияқты. Айып. Рухна Фатиха деген сөз болу керек. Рух Фатиха таңбасы тұр астында. Беріш руы Есен тайфасы Женет аймағы. Почерк бәрі бірдей екен. Сердәлі Кенжебайұлы опат. Сердәлі Кенжебайұлы опат 19 жасында 1870 жылда алып қойды. Тасты Кенжебай мырза дейді. Атасы Кенжебай. Басқа болды. Бірақ екеуін бір кесенеге жерленген. Болды Беріш дейді. Есен тайфасы Женет аймағының Кенжебай Шалбай ұлы. Шалбай болды банаға. Ана алдында оққан бер жағындағы Шалбайдың баласы Кенжәлі, Сердәлі. Ар жағындағысы осы кімнің Кенжәлінің баласы болып тұрғанда. Кенжебай Шалбайлы опат 73 жасында 1891. Бұл латынша Беріш руы дейді. Қаратоқай тайпасы Боранқұл бөлімі деп кетіп жатыр. Ары қарай таң атар сияқты. Қателес мүмкін. Көзім латынша үйренбей тұр. Тас қойды баласы мүкі.
Өлкетов дей ма? Өлкетов боз деген сияқты 1932 60. Жаңбыр жауып енді жатыр. Ой, жаңбыр басталып кетті, тағы да құлып тастар еді оқитын. Фотосын алып кейін оқымасақ.